Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз ішек-қарыннан екі түрлі тағам, яғни бұқтырма және ішек-қарын салатын дайындайтын боламыз. Салатқа қажетті ішек-қарынды ұзыншалап турап алдым. Одан соң сәбізді де ұзыншалап теркадан өткізіп алдым. Қызанақты да ұзыншалап турап, сарымсақты майдалап турадым. Және де міне көріп тұрғандарыңыздай пиязды екі түрлі етіп турадым. Біріншісі салатқа, екіншісі бұқтырмаға қажет. Бұқтырмаға арналған ішек-қарынды осылайша майдалап, көбіктеп турап алдым. Және де оған қажетті картоп пен сәбізді, сарымсақты майдалап, көбіктеп турадым. Достар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Екі табаға май құйып дайындап қойдым. Майым қызғаннан кейін пияздарын салатын боламын. Табамызда пиязымыз қуырылып жатыр. Енді пиязға, бұқтырмаға сәбіз бен сарымсақты салатын боламыз. Одан соң салатымызға үккіштен өткізілген сәбізді саламыз. Әрбір құрамды салғаннан кейін 5 минуттай қуыратын боламыз. Енді салатымызға қызанағымыз бен сарымсағымызды салып қуыратын боламыз. Қызанақты салғаннан кейін біздің салатымыздың түсі өзгеріп, әдемілене бастайды. Аздап тұз бен дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Енді бұқтырмамызға ішек-қарынды салып, қуыратын боламыз. Бетін жауып қойыңыздар. Ал салатқа арнайы өзіне туралған ішек-қарынды саламыз. Одан соң бетін жауып, 15 минутқа қоятын боламыз. Ендігі кезекте бұқтырмамызға картопымызды салып, картопымыз піскенше бұқтырылып қуыратын боламыз. Бұл тағамның бір ерекшелігі бұқтырылып, өзінің бабымен әдемі болып пісетін болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болып қалды. Бұл жерде айта кететін жағдай, ол бұқтырмаға да және де ішек-қарын салатына да салынып қосылған ішек-қарын, ол піскен ішек-қарын. Сондықтан да бұл тағамдардың пісуі өте жеңіл және де тезірек болады. Мінекей достар, біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Ас болсын.